абыз билердің алдынан өтіп батасын алады. Төле бала алдымен әкесінің алдына. Жасы жүзге тақап отырған әкесі ынтымақ, ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Сонда Төле қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ деген сұрайды. Жылы дүниеден озған болатын Төле би кішкентай кезінен өте ақылды, дарынды бала болып өсті. Оның қазақ халқында руы дулаттан жаныс, жаныстан жарылқамыс, жарылқамыстан жанту, жантудан жайылмас. Одан Құдайберді, Құдайбердінің яғни біз былай айта аламыз, 9 ұлды Құдайберді деп атап кеткен.